Сәлеметсіздер ме қыздар? Баклажан салаты өте керемет дәмді, хрустящий. Осы салатты істеп көрулеріңізге болады. Жасалу жолын видеоның соңына дейін қараңыздар. Біздер қазір баклажан салатын істейінде жатырмыз. Ең алдымен біз баклажанды тазалап жуып және қабығын ашетін боламыз. Баклажанымызды осылай қабығынан тазартып алдық және енді осыны ары қарай бөліктерге бөлетін боламыз. Төрт бұрышты етіп орайтын боламыз. Осыны таза ыдысымызға саламыз. Туралған баклажанымыздың үстіне дәміне қарай кішкене тұз қостық және 2 ас қасық крахмал қосып осылай араластырып. Біз енді салаттың соусын істейтін боламыз. Ол үшін бізге кинза және укроп қажет болады. Осылай қатты үлкен емес, қатты майда емес, орта көлемінде. Сарымсақты осылай майдалап тураймыз. Өте майда болу қажет. Міне лимон шырынын осылай сығып аламыз да соусының үстіне құятын боламыз. Және осы соустың үстіне араластырып қоямыз. Міне осылай баклажанымызды қызып тұрған майдың үстіне қуырып аламыз. Майдың ішінде майда екі шетін қып-қызыл қып қызартып, қағаз сүртіге май сорғызып алу үшін аламыз. Барлығын шетінен жайлап. Және помидорымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Майда қатты ірі емес, орта бөлеміңіздер. Салатымыз дайын. Осылай әдемілік үшін үстіне күнжітті сеуіп, сіздер де істеп көрулеріңізге болады.